Баршаңызға сәлем достар. Бүгін түс шору каналында егер түсіңізде жаман түс көрсеңіз, неден сақтануыңыз қажет, сол жайлы айтатын боламыз. Бастамас бұрын ең алдымен каналды қолдау ретінде тіркеліп, видеоға лайк басып, ой пікірлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Ал ендеше бастайық. Аса мейірімді, барлық мақтау мен мадақ ие Алланың атымен бастаймын. Хадисте айтады: сендер жағымды түс көрсеңдер, ол Алла тағаладан. Ал Алла тағала шүкіршілік айтып көрген түстеріңді әңгімелеп беріңдер. Ал ұнамайтын түс көрсеңдер, ол шайтаннан. Көргеннің жамандығын сақта деп Алла тағаладан жалбарыныңдар. Жаман түсті ешкімге айтпаңдар, өйткені сендерге оның ешбір зияны тимейді деп айтылған. Кейде шырт ұйқыға кеткенде өз түсіңізден өзіңіз шошынып оянатын кездер болады. Мұндай мәнісі неде деп күні бойы бас қатырып, әркім бір кімнен сұрап маза таппайтындар жоқ емес. Алайда хадис шарифтерге сүйенетін болсақ, жаман түсті жаһанға жар салып айтудың қажеті жоқ. Бес саусақ бірдей емес дегендей, адамдардың барлығының ойы бір жерден шықпайды. Бірі түсті жақсылыққа жорыса, екінші біреуі алдыңнан жаманшылық күтіп тұр деп үрейді ұшыруы мүмкін. Түс қалай жорылатын болса, солай шығарады. Сондықтан түсіңізді насихат бере алатын немесе ғалымдарға айтыңыздар. Бір күні бір әйел Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға келіп, түсін айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасыңдағы болмаған кісімен қауышасың деп жорады. Әйел күйеуіне қауышады. Арада біраз уақыт өткеннен кейін тағы да дәл сол түсті көреді де басқаларға жортады. Олар күйеуің өледі деседі. Айтқандарындай келеді. Сондықтан да түсті жария қылып жар салудың қажеті жоқ. Алла тағала құлы нені ниет етіп, нені сұраса, соны береді. Тағы бір хадисте жаман түс көрген адам оны ешкімге айтпасын, шайтаннан да қорғану үшін Алла тағалаға жалбарынсын делінген. Жаман түс көрген адам қандай амал істегені дұрыс? Жаман түс көрген адам, ең біріншісі, жаман түс көрген адам оянған соң сол жағына 3 рет түкіріп, шайтанның жамандығынан сақтау үшін Аллаға сыйынсын. Сонда түс оған зиян келтірмейді. Екіншісі, дәрет алу маңызды. Үшіншісі, экранда берілген дұғаны оқу керек. Төртіншісі, садақа беру. Шынында Алла тағала бәрін білуші. Иеміздің бұйрығынан орындап, харам еткеннен бойымызды аулақ салып жүру құлының парызы. Түсте біздің ойымыздың, іс-әрекетіміздің жемісі. Әрдайым жаратушы иеміз игі түстер көруді жазсын.